Сәлеметсіздер ме балалар? Біз бүгін 2-ші сыныптың қазақ тілі пәнінің 23-ші сабағын өтетін боламыз. Сабағымыздың тақырыбы дауыссыз П мен Б. Балалар, олай болса 18-ші жаттығуға назар аударайық. Мәтінді мәнерлеп оқы дейді. Менің нағашы әпкем кітапханада жұмыс істейді. Мен кітапханадан кітап алуға бардым. Нағашы әпкем саған қандай кітаптар ұнайды деп сұрады. Маған шытырман оқиғалы кітаптар ұнайды. Мен кітапханадан бірнеше кітап алдым. Алған кітабыңды шыртпай уақытында өткіз, деді әпкем. Мен кітабымды уақытында өткізуге уәде бердім дейді. Балалар, бұл жерде мәтін не туралы? Бұл жерде мәтін кітапхана туралы. Кітапханаға барғанда біз ең бірінші тыныштық сақтауымыз керек. Одан кейін өзімізге қажетті кітапты тауып алып, оны кітапханашыға тіркетіп және кітапты ұқыпты ұстап, уақытылы өткізуіміз керек екен. Және де кітапты күтіп ұстау туралы нұсқаулықты толтыр дейді. Балалар, кітапты күтіп ұстау үшін біз не істеу керекпіз балалар? Сабақ оқыған кезде біз таза жерде оқуымыз керек. Тамақ жеп отырып, немесе лас жерде кітабымызды қойып, сабағымызды оқуға болмайды екен. Сонымен қатар кітабымызды майыстырмай, кітабымыздың қағаздарын майыстырмай, ручкамен, қаламмен сызбай таза ұстауымыз керек. Және де кітаптың сыртын кітап қаптағышпен қаптап қоюымыз керек екен балалар. Енді 19-ші жаттығуға назар аударайық. Екі бағандағы сөздерді жұптастырып жаз дейді. Балалар, бұл жерде П және Бу деген әріптерді қосуымыз керек бұл сөздерге. Сонда бірінші бағанда шап, жап, теп, сеп, тап деген сөздер шығады екен. Ал екінші бағанда Бу деген әріптерді қоссақ, табу, себу, тебу, жабу, шабу. Енді балалар, біз бұл сөздерді жұптастырып жазуымыз керек. Яғни бұл жерде шап, шаптың жұбы шабу болады. Екінші жап, жаптың жұбы жабу. Теп, тептің жұбы тебу. Сеп, себу. Тап, табу болады екен балалар. Яғни бұл жерде ережеге сәйкес П әріпімен аяқталатын сөзге дауысты дыбыс жалғанатын болса, онда ол П, Б-ға айналып кетеді. Мысалы, бұл жерде шап деген сөз П-мен аяқталып тұр. Оған У деген дауысты дыбысты жалғағанда шапу болмайды, шабу болады. Яғни П-мыз Б-ға айналады екен. Жап деген сөзде де дәл солай. П әрпіне аяқталып тұр жап деген сөз. Оған У деген дауысты дыбысты жалғайтын болсақ, жапу болмайды, жабу болып өзгереді. П Б-ға айналады екен. Енді 20-ші жаттығуға назар аударайық. Суретке қара. Бұл жерде құттықтау сөз шығу үшін балалардың орнын қалай ауыстырған дұрыс дейді. Балалар, бұл жерде сөздердің барлығының орны ауысып кеткен екен. Яғни біз бұл сөздерді дұрыс орнына қойып, құттықтау сөзін шығаруымыз керек. Яғни бұл жерде Жақыпты туған күнімен шын жүректен құттықтаймыз деген сөйлем шығарады екенбіз. Енді келесі тапсырма, плакаттардағы сөздерді пайдаланып, мына сызбаны толтыр дейді. Біз кімді құттықтадық? Жақыпты құттықтадық, яғни кімді деген жерге Жақыпты деген сөз жазады екенбіз. Және Жақыпты біз немен құттықтадық балалар? Туған күнімен құттықтадық, яғни бұл жерге туған күнімен деп жазамыз. Қалай құттықтадық балалар біз? Жақыпты қалай құттықтадық? Шын жүрегімізбен құттықтадық, және бұл жерге шын жүрегімізбен деп, шын жүректен деп жазады екенбіз. Сонда Жақыпты туған күнімен шын жүректен құттықтаймыз деген сөз шығады екен. Енді 21-ші жаттығу. Сөйлемдерді мағыналық байланысына қарай сәйкестендіріп жаз дейді. Дәнді себу керек балалар. Дән дегеніміз біздің жейтін қауын, қарбыз, қызанақ, қияр сияқты жемістер мен көкөністерді алу үшін біз дән себеді екенбіз. Сол дәннен олар өсіп, өніп шығады екен. Содан кейін өзінің уақыты келгенде бізге жемісін береді екен.
яғни біз дәнді жерге себу арқылы егеді екенбіз. Шөпті шабу керек, есікті жабу керек, допты тебу керек. Мінекей балалар, осылай мағыналық байланысына қарай сөздерді құрастырдық, иә? Осымен балалар, бүгінгі біздің 23-ші сабағымыз аяқталды. Келесі 24-ші сабақта сендерді асыға күтетін боламын. Сабақтарды жіберіп алмау үшін каналға тіркеліп, видеоға лайк басып, сонымен қатар достарыңмен видеоны бөлісіп қойыңдар. Олар да бізбен бірге сабақ оқысын.